Сәлем достар, бүгін біз инста оқырмандары мен демеушіміздің арқасында Мәскеуге реабилитацияға ұшамыз. Біздің үйден аэропорт жақын, 20 минутта жетіп алдық. Осы жолы жолдасым бірге бармайды, жігермен өзім ғана ұшамын. Жігердің басында программируемый шунт тұрғандықтан магнит рамкаларды баламен бірге өтпейміз. Алдымен өзім өтіп, баланы аэропорт қызметкерлеріне ұстата тұрамын. Бұл біздің жігермен бірге 5-ші рет ұшуымыз. Шунт бойынша ешқандай мәселе туындаған жоқ, барлығы үнемі түсіністікпен қарайды. Жігер екеуміз тексерістен өтіп алып, 1,5 сағат рейсімізді күттік. Барынша жігерді алдандыруға тырыстым, түрлі ойындар ойлап тауып, әйтпесе жігердің бір көңіл күйі түсіп кетсе, кейін оны көтеру қиынға соғады. Және де үнемі жолға өзіммен бірге перекус алып шығамын. Осы жолы осындай Агушаның хлебциларын алып шықтым. Печеньеге қарағанда пайдалырақ деп ойлаймын. Кейін күту залын аралап тағы да уақыт өткіздік. Бірақ Астананың аэропортының күту залы өте кішкентай, бір 10 айналып шыққан шығармыз. Сувенир сататын жердегі киізден жасалған ана мен баланың мүсіні маған қатты ұнап қалды. Жалпы мен ойымша, ана мен баланың бейнесі ең әдемі көрініс. Осы жолы ұшағымыз 2 сағатқа кешігіп ұшты. Жалпы ұшақта кондиционер қатты болатынын ескеріп, мен баланы ұшаққа қалыңдау киіндіремін. Қалыңдау дегенім ұзын жеңді кофта, шалбар, носки және мойындағы слюнявчик. Слюнявчикті жігердің мойындағы трахеостомадан қалған тесікті жабу үшін де пайдаланамын, және ұшақта тамақ ішкен кезде де өте ыңғайлы. Ұшаққа отырмайынша баланы мүлдем ұйықтатпауға тырысамын. Әйтпесе ұйқысын қандырып алса, кейін ұшу кезінде жігер мүлдем ұйықтамай қояды. Айтпақшы, мен реабилитацияның толық сумасын сөмкеме салып алып шықтым. Сол үшін арнайы белге тағатын сөмке де сатып алдым. Себебі 4,5 миллион теңге наличканы жоғалтып алармын деп қорықтым. Рюкзак немесе қолға ұстайтын сөмкелерден гөрі белімде тұрса сенімдірек сияқты болатындай көрінді. 4,5 миллионға декларация толтырудың қажеті жоқ, себебі $10,000 жетпейді. Баламен ұшудың бір жақсы, ұзын сонар кезекке тұрмай-ақ бірден ұшаққа өтесің. Егер балалардың кезегі көп болса, онда мен жігердің инвалидность туралы справкасын пайдаланып, балалардың кезегінен де бірінші өтемін. Коляскамызды көтеріп кіргізіп беретін адам да табылды. Жігерім де ұйықтамай ұшаққа аман-есен отырып алдық. Ұшақ Астанадан Мәскеуге дейін 3,5 сағат ұшады. Жалпы күніне Астана-Мәскеу арасына 3 рейс бар. Оның 2-і Аэрофлот және 1-і Скат. Мен Аэрофлотты таңдауға тырысамын, себебі орындығы жұмсақ, жайлы, артқа шалқаяды және тамағы да дәмді. Ал Скаттың орындығы мүлдем қозғалмайды, шалқаймайды. Баламен отырған кезде кәдімгідей тар екені сезіледі. Жол жақсы өтті. Жігер 1,5 сағат ұйықтады. Кейін тамақ ішетін кезде оянып, қалған 2 сағат ояу болды. Дамы и господа, добро пожаловать в Москву. Наш самолет произвел посадку в аэропорту Шереметьево имени Александра Сергеевича Пушкина. Терминал прибытия С. Температура в Москве плюс 29 градусов по Цельсию. Московское время 12 часов 49 минут. Ұшақтан түскесін паспортный контрольдан өтуге көп уақыт жоғалтып алдым. Себебі баламның инвалидность туралы құжатының түп нұсқасын алмаппын. Ал электрондық нұсқасын көрсетейін десем, роумен қоса алмай, біраз әуре болып қалдым. Солай ұзын сонар кезекке тұрып, паспортный контрольдан өтіп, жүгімізді алып, аэропорттан шықтық. Бізге Три сестры клиникасы алдын ала такси жалдап қойды. Жүргізушіміз әйел адам екен, өзі жүгімізді сүйреп, күтіп алып, машинасына дейін алып барды. Біз баратын жер Мәскеудің сыртында орналасқан, шамамен аэропорттан 1,5 сағаттық жол. Айтпақшы, Ресейде жүргізушілерге заң қатал, бала міндетті түрде автокреслода отыруы тиіс. Жігерім креслоға отырмай қалады ма деп уайымдағам, бірақ жолдан қатты шаршап, креслода отырып ұйықтап қалды. Біз балам екеуміз Ресейдегі ең мықты реабилитациялық клиникаға келдік. Бұл клиника ота, жарақат және инсульттан кейінгі қалыпқа келтірумен айналысады. Алдағы 21 күніміз осы жерде өтеді. Бұл орталық сізді аэропорттан тек қана таксимен емес, осылай жедел жәрдеммен де алып кете алады. Клиникаға кірген бойда не істеді деп ойлайсыз? Әрине, ақшамды тексеріп, аман-есен жетіп алғанымызға қуандым. Келесі видеода Три сестрыда реабилитация қалай жүреді, іші қандай, сапасы, бағасы туралы толық видеолар болады. Бізге осындай керемет жерде реабилитация өту мүмкіндігін сыйлаған Instagram оқырмандарыма, барлық қолдаған жанашыр жандарға үлкен алғысымды білдіремін.
жігерге көмектескен көмектеріңіз сіздерге еселеніп қайтсын. Бұл менің ютубтағы алғашқы видеом, сондықтан лайк басып, пікір жазып, қолдауларыңызды сұраймын.